Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Байнөлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін қаңтардың 3-і сенбі. Хабардан сіздер: Өлгейліктердің табысы үшінгі одақтың кезекті сыйлығы табыс етілді. Әдебиет Байдолдаұлының Ақсақалдың арманы атты естелік мақаласы. Аймақтық мемлекеттік тіркеу бөлімінің азаматтық тіркеу бөлімшесінің бастығы Аманбек Дәукенұлымен өткізген сұхбат. Тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Еліміздің ұлттық азаттық пен тәуелсіздікті қалпына келтіруіне 114 жыл толу және жаңа жыл мерекесі қарсаңында өлгейліктердің табысы үшінгі одақтың кезекті марапат иегерлері сыйланды. Шетелдер мен елімізде табыс биігінен көрініп, аймағымыз атын асқақтатып, өнер, спорт, мәдениет саласында зор табыстарға қол жеткізген азаматтар мен ұйым мекемелердің марапаттау рәсіміне өлгейліктердің табысы үшінгі одағының төрағасы Съездияйұлы Өлгей сұмыны, азаматтар өкілдер құрылының төрағасы Ертай Оралұлы, сұмын әкімі қала әмірі Болатбек Қарапатұлы, орынбасары Нұрболат Құлыбекұлы, аймақта азаматтар өкілдер құрылының өкілі Батырбек Қажы Қатысұлы, білім басқармасының бастығы Серікбол Рахметұлы, отбасы, бала және жастарды қорғау басқармасының бастығы Бауыржан Қаданұлы, музыкалы драма театрының директоры Айгүл Қалидолдақызы, еңбек ардагері Әулият Байқадырұлы және Тұлба Ұланғұс сұмын әкімдері мен одақтың басқарма мүшелері қатысты. Бұл реткі марапат иелері Өлгей сұмын әкімі қала әмірі Болатбек Қарапатұлы, аймақтық полиция басқармасының бастығы полковник Таңат Өмірбекұлы, музыкалы драма театрының қызметкері Тимур Қазұлы, төтенше жағдайлар басқармасының мемлекеттік инспекторы подполковник Ербұлан Қанатұлы, аймақтық начын Сапар Шериязданұлы, бокс спортының шебері Мөлдір Ержанқызы, Тұлба сұмын тумасы, Білім университетінің 3-ші курс студенті Өнерқанның Ақжарқыны, Бұғыты сұмын тумасы Абырғы жоғарғы мектебінің 1-ші курс студенті Сұмындық Заң Батырбек Шәріпұлы, Өлгей сұмындық жалпы білім беретін 1-ші мектептің 1-ші сынып оқушысы Нұрасыл Алтынбекұлы және 4-ші мектептің оқушысы Айсұлтан Қуандықұлы, Емпати мектебінің 1-ші сынып оқушысы Әнел Қабиденқызы, Ұланғұс сұмыны соғақ бағынан мектеп бітірген Аймөлдір Ырысбекқызы сыйланды. Одақ төрағасы Съездияйұлы кезекті марапаттау рәсімі жөнінде былай дейді. Моңғол елінің тәуелсіздігін дүние жүзіне жариялаған ұлттық үлкен мейрам тойы болып жатыр. Осы тойымыз құтты болсын, келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын. Енді өлгейліктердің табысы үшін одақтан жыл сайын осы аймағымыздың әр саласында табыс шығарған азаматтарды орамал том болмай жол болады деп марапаттап жатамыз. Енді биыл да сол бір 14 азаматшаларды және Өлгей сұмынның жалын клубында марапат жүргізіліп жатыр. Біздің енді 100 мың халық қазір Өлгейде өмір сүріп отыр. Монғолияда өмір сүріп отырған ат төбемде жазған қазақтар әдебиетіміз бен мәдениетімізді, дініміз бен тілімізді, әдет қапыр дәстүрімізді ұмытпаған мықты халықпыз. Сол халықтың енді жұрнағы, сол халықтың ұрпағы жәнегі 7 жастан бастап енді 60 жасқа шейінгі азаматтар барлығы бер айтсақ аймағымызға, ар айтсақ Монғолияға, одан айтсақ дүние жүзіне танылып және көптеген медаль табыстар шығарып жатыр. Осыларды тағы да енді марапаттап, сол істерге рахмет айтқан осы салтанатты шараны ұйымдастырып отырмыз. Осы салтанатты шараға біздің шақыруымызды қабыл алып, аймағымыздың түкпір-түкпірінен келген барлық азаматтар, азаматшыларға көп-көп рахмет. Аймағымыздың енді даңқы, абыройы арта берсін. Келе жатқан 2026 жылда осында аймағымыздың атын шығарған ол қыздарымыздың саны молая берсін. Алдағы күндер жақсылыққа жазсын. Осындай енді аймағымыздың мақтанышы болған азаматтар
жаңа жоғарыда айтқандай әлі де табыс биігіне көтеріліп, келесі 2026 жылда осы бір даталы күнде тағы да жаңа сыйлық иегерлерін табыстау рәсіміне кезігуге Алла насіп етсін. Өлгейліктердің табысы үшінгі одақ бұдан бұрындары нәтиже шығарған азаматтармен қатар халыққа қалтқысыз даяшылық көрсеткен мемлекеттік және жекелік шаруашылық бірліктері мен қызметкерлерді де сыналтып отыр. Өнер, мәдениет, спорт саласында табыс көрсеткен марапат иелерінің қуанышымен бөліскен едік. Қуандықұлы Айсұлтанмын. Дарында 4-ші класс болып оқимын. 4 жасымнан бастап осы Сорабан Сәмпін деген Тұрғынботлық дегенмен айналысып келе жатырмын. Мұғалімім Құралай деген мұғалім, Ақмарал деген мұғалім. Мен 6 жасымда Америкадан гранд чемпион болдым. Дүние жүзінде. Қайтып 2024-те Малайзиядан тағы да 2 алтын алдым. 3 демсеннің 2-нен алтын алдым. Осы жолы аймағымыздан Грузияға 3 бала қатысты. Соның ішінен мен бірінші орын болдым. Гранд чемпион болып дүние жүзін бағындырғым келеді. Менің атым Өнерхан Акел Ақжарқын. Мен Монголстан боловсролын их сургууль мектебінде 3-ші курстың студентімін. Орыстың Казан қаласында болған Дэлхийн аварга залуучуудын Дэлхийн аварга чалгаруулах тэмцээндээ мен болған кезде өзім 6-ші класстан бастап осы күреспен айналысып бастағам. Менің ең алғашқы мұғалімім болған кезде Мейрамбек деген мұғалім болған. Енді осы кезде 12-ші 11-ші класс кезімде Уәзира мұғалім дайындаған, Аманбек мұғалімде Зайт мектебінің мұғалімі болып тұрған. Сол кезде қазірде қалада белгілі істеп жатырмын. Ғанбатыр деген мұғалім осы кезінде бізді сол темсенге апарған. Негізі атамыз бір күресті деп естігем. Мұратқан деген кісі бір кезінде бір күрескен, одан қайтып күреспей кеткен деп естігем. Жудодан 11 рет түрүүлдім өлгейде, бару мүстен 3 рет түрүүлдім. Улсын аваргадан 4 рет медалым бар. Осы мында болған залуучуудын улсын аваргаас бас нөгөө алтын медаль авсан. Алтын медаль алгандан кейін бізге кураж бөхтөе эрх беріп, сосын кейін бүйтіп Дэлхийн аварга баратын сондай эрх алып, сосын сондай темсенге бардым. 3-ші орын болып келді. Келешекте енді осыны әрі қарата енді Дэлхийн аварга, одан Олимпиада аварга сондай армандарым бар. Менімен бірге барған осында Біржан Әбубәкір Біржан деген қыз бар. Екеуміз кішкентай кезімізден бірге белгілі істеп, бірге темсенге барып, осы күнге дейін екеуміз бірге белгілі істейміз, темсенге де бірге барамыз. Ол бала да 3-ші орын болған, ол өз Батлан Қамқалшықта оқиды. Мені осылай демдеп, бәрі маған көмек қолын созып жүретін менің өзімнің ата-анама біріншіден, ата-анама рахметімді айтамын, отбасыма, және де мұғалімдеріме мені дайындаған барлығына рахметімді шексіз. Рәсім соңы өлгейліктердің табысы үшінгі одақ ұжымы мен спортшылардың естелік суретке түсуімен жалғасып, аймағымыздың театр әншісі Алтынбек Озатұлының ән шашуымен аяқталды. Вақиғалар Көгершін ақпарат келеді ұшып арқалап. Салт дәстүрде жол басы, ана тілде бар күші, ел кезектер ордасы, жаңалықтың жаршысы. Айтар сөзі анықтың, ұясына бақ қонған, қазынасы қалықтың, алтын қорда сақталған. Салт дәстүрде жол басы, ана тілде бар күші, ел кезектер ордасы, жаңалықтың жаршысы.
жолбасы, ана тілде бар күші, ел кезектер ордасы, жаңалықтың жаршысы. Аралай берер үйді, алда сулар бар әлі, саған қыдырдар үйді, сайрау өлгейім хабарым. Салт дәстүрде жолбасы, ана тілде бар күші, ел кезектер ордасы, жаңалықтың жаршысы. Салт дәстүрде жолбасы, ана тілде бар күші, ел кезектер ордасы, жаңалықтың жаршысы. Салт дәстүрде жолбасы, ана тілде бар күші, ел кезектер ордасы, жаңалықтың жаршысы. Жаңалықтың жаршысы. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға өткен жылы аймақтық мемлекеттік тіркеу бөлімінде атқарылған істер жайлы аталмыш бөлімнің азаматтық тіркеу бөлімшесінің бастығы Аманбек Дәукенұлымен өткізген тілші сұхбатын ұсынамыз. Мемлекеттік тіркеу басқармасындағы жалпыма тіркеу жұмыстары, соның ішінде мынау шетел паспортына байланысты, азаматтардың басқа да сан тізімге байланысты ақпараттарды осы сұхбатымыздың басында таныстырып бергенсіз. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдарман қауым. Ең әуелі сіздерге бүгінгі күн жалынды сәлем жолдайын. 25 жылды аяқтап, ең бірінші осы халық көпшілікке қыстарыңыз жайлы болсын. Келесі жылы барлық халқымызға және де осы аймағымызға көптеген жақсылық мол жылдары болсын деп тілек айтайық. Жаңа жылдарыңыз жаңа бақытшыл болсын деп айта кетейін. Жарайды, енді бізде де осы мына азаматтық тіркеуге байланысты биылғы жылғы мысалы статистик мәліметтерді таныстыра кеткен жөн көріп отырмын. Бұрынғыдай емес, өздеріңіз білесіздер, тіркеу жұмысы барлық жерлерде және де көбінде онлайндар арқылы жүрілетін болып, халық көпшілікті осыны жақсы біліп отыр. Бұрын енді бізге көп келіп денелей қатысып жүретін болса, енді тек үйде отырып қана онлайн телефон арқылы барлық шетел паспортында, азаматтық куәлігінде, өзінің тұрақ тіркеуін ауыстыруға да байланысты тіркеулердің барлығын істейтін мүмкіншіліктер жылдан жылға жақсарып, халық көпшілікке даяшылық күнделікті өздеріне сәйкестіріп алып жатыр. Биылғы есеппен 2423 бала дүниеге келіп тіркеуін жасатыпты. 550-дей азамат семья құрған, семьялық тіркеуін істеткен. 63 азамат ажырасу тіркеуін дейді. Және бұл болғанда өздеріңіз білесіздер, заңда сот шешімі арқылы және де азаматтар өздері арадан келіскен тұрғыда осы тіркеулерін істетуге мүмкіндік толық. Және де 86 бала асырату тіркеуін жасатып, соңғы кезде асырату тіркеуі деген әсіресе мына 16-тан жоғары қазір сабақта ауысып жатқан балалардың келешекте шетел кетуіне байланысты. Осыдан мен тағы өткенде де бір сұхбатта айта кеткем. Балалардың визасы шыққан кезде, ата мен апасының атына түскен балалардың визалары шықпай қалған бұрын көп туындап келеді, әсіресе соңғы жылдар. Сондықтан енді мына әсіресе 18-ге толып шетелге, 16 жаста, 17 жасында шетелге шығамыз деген балалар тіркеулерін заңды тұрғыда жөндетіп алынмаса, бірден ата-апасының аты түскен балалар ана кісінің екеуінің біреуі дүниеден өтті дегенде, ертеңгі күнгі сол балалардың визаға шыққан мәселесін өте кедергілер көп болады екен. Осыны тағы да бір халық көпшілік ескерген дұрыс болар деп ойлап отырмын. Осы қиыншылықтарды осы 90-ға жуық азаматтың асыра тізімін жасайды. Осыларға түсіндіріп беріңіз, мынандай қиыншылықтар болады деп. Жалпы қандай қиыншылықтар болуы мүмкін осыған байланысты? Енді бұл халық көпшілікке біз енді бұл нәрсені істетпе болмайды деуге де тағы болмайды. Бірден бұл заңда көрсетілген, өздеріңіз де біле бастыр, соңғы кездерде де бізде де осы тіркеуге байланысты көптеген сөздер шығып, балалардың барлығын ертең аттарына түсіріп алып, ақшаларын жейді деген мағынада халық көпшілігі әртүрлі жағдайда айтып жатады. Енді ол халықтың өзінің ішінде айтылып жатқан жағдай болғандықтан, енді бұнда біз енді бұл кісілерге заңды тұрғыда Сомын әкімнен шешім шығып, өткендіктен біздің тіркеулерін жасалады. Ал енді бұнда барлығында тағы да нәрсенің қаралауға да болмайды ғой. Өйткені өздеріңіз білесіздер, біреу әртүрлі жағдайда болады, мысалы ұл баласы жоқ, қыз баласы жоқ болуға болады деген сияқты. Енді оның бұның барлығын тағы айта бермей, түсінікпен қарамаса, нәрсенің барлығына жан-жақ бір көзбен қарауға болмайды. Сондықтан енді мысалы баласы жоқ азаматтар болуға болады дегендей. Баласының бабасын
атына түсіріп немересін асырап аламыз деген сияқты ол өзіміздің мына ата дәстүрімізден жалғасып келе жатқан дәстүр ғой. Сондықтан енді оның барлығын жағы қаралап немеге шығарып болмайды. Ал бұнда әсіресе 18-ден 16 жастың арасында жаңа шетелге кетеміз деген балалардың визалары жаңа шықпайтын жағдайда кішкене қиындықтар туындап отыр ғой. Басқа да енді ол заңды тұрғыда бірден істетіп алған нәрсе болғанда ол тіркеумен бірден көрсетілген заңды біздің азамат тіркеу заңында көрсетілгендіктен бұл жүріле береді деген сөз ғой ары қарай. Бұл енді бұрын соңды қалайша болып келді, соңғы қанша уақыттан бері болмайды деп. Бұндай шешім қашан шығып отыр? Жоқ, бұл енді болмайды дегенде қазір бұрын болғанда өздеріңіз білесіздер, жылында бізде мысалы 200-300 балада жаңа асырау тіркеуін жасайды ғой. Енді тек биылғы жылдық қорытындыда жаңа мен айтып отырмын 86 бала тіркеуін жасатқан болып отыр ғой, асырату тіркеуін дейді. Сондықтан бұл енді жылдан жылға азайып келеді. Халық көпшілік жаңағы бұрынғыдай емес нәрселерді уақытында түсініп, бұлар жылдан жылға жалғасқанға сәйкес жаңағындай қиыншылықтар туындайды деген біз алдын ала мен мәлімет бойынша жаңағы осы нәрсені ескертіп айтып отырғандағым ғой. Енді басқа да тіркеу сан тізімдері жөнінде ақпарат бергенсіз. Бізде барлығы да өзінің көрсетілген уақыты бар. Әсіресе 16-ға толған балалар, және де 25-45 жасын жақсылап жаңа азаматтық куәлігін жаңалап алатын қайтып балаларды бір айдың ішінде тізімде өтуге түсті деген сияқты. Екіншіде бірден қайтыс болған азаматтарды жергілікті жерде 7 қонақта жаңағы орталық жерлерде 3 қонақта деген заңда көрсетілген тармағы бар. Осыған сәйкес уақытында тізімдетіп отыратын болса, бұның бәрі қалт кетпейді ғой. Неге десеңіз, бұл тек қана ары қарай бір тізімде жасату үшін айыппұл заңы бойынша штраф салынатындықтан жаңағы аймақ түбіне қайткен өздері келіп тарайтын мүмкіншіліктер туындайды. Сондықтан барлық нәрсені өз уақытында істетіп отырған жөн. Және де екінші мысалы бұрынғыдай емес, мен жаңада айтып жатырмын, біздің мысалы мына шетел паспортын бұрын тек аймақтың түбіне келіп қана бізге қызмет жасататын ел. Ал енді қазір барлық сұмында 100% бұны ашылды. Барлық сұмындардан алатын жаңағы осында келмей-ақ сонда тіркеу жасап беретін мүмкіншіліктер туындаған ғой. Сондықтан енді бұны тағы да қосып айтайын, жаңағы онлайн жүйесі арқылы да тапсырыстар бере береді. Бұл тіркеулерді біз халық көпшілікке әлде де жаңағы мысалы болатын болса 24 сағатта мысалы орталықтарда жаңағы ашылды 24/7 деген. Ал бұл болғанда түнгі даяшылық нүктесі ашылып отыр. Бұл болғанда тек қана жаңағы өз-өзіне барып қана даяшылық жасатып, суретін соны талдыртып, жаңағы виза картасының ақшасын тарттырып, жаңағы даяшылығын тура алады да, содан кейін тұрақты өзінің қай жерден аламыз дейді, соған уақытында қазір паспорттарын келіп алатын мүмкіншіліктер бірақ толық мүмкіншілік жасап тұр ғой. Ал біздің аймағымызда қазір бұл жағдай жаңағы өзін-өзі тапсыратын нәрсесі іске аспаған болмаса, басқа да Иманкөл жүйесінде бұл да жаңағы тапсырып ала беретін мүмкіншілік болған. Біздің аймағымызда неге нақты жүзеге аспай отыр? Бұл енді суретін алу мәселесі деген жаңағы өртөгіштік дейді ғой. Сол киоск машинасы бізге келмеген болып отыр ғой әлі. Жаңағы суретін жаңағы өзі алатын, сонда тұрып барлық жаңағы істей алатын мүмкіншілік жоқ. Ал бізде Иманкөлден суреттерін алғызып келетін болса, сол арқылы тартып, жаңағы телефон арқылы да үйде отырып ала беретін мүмкіншілік болды ғой. Жаңағы ғана мен өртөгіштік дейді, жаңағы өз-өзіне даяшылық жасататын киоск машиналардан алатын жаңағы мүмкіншілік біздің орталықтарда пайда болғандықтан енді келешекте бізде де осындай нәрселер жүзеге асыру үшін іс-қызметтер жасап жатыр деген тағы айта кеткен жөн болып отыр. Сұмындарда басқа осы компанияларға байланысты, жеке азаматтық заңды тұлғаларға байланысты даяшылықтың түрлері қаншалықты деңгейде молайды өткен жылмен салыстырғанда? Бізде осы бірнеше сұмындарда соңғы жаңағы азаматтық тіркеуден басқа біздің бірден біздің жаңағы тіркеу үшін біздің заңгер мамандығы деген еріксүйіш осындай мамандық бар болғандықтан мүліктік тіркеу еткөрінгі және де заңды тұлға жаңағы ход еткен дейді. Осы тіркеулерді жаңағы сұмындардың түбіне істете беретін мүмкіншіліктер туындап келеді. Ал енді жуықта тағы да біздің 200 мың азаматтары жаңағы заң мектебіне өз қайтадан оқып тауысып келіп жатыр. Бұларға да келешектен болса шетел паспорты сияқты барлық сұмындарды 100% дейін істелетін мүмкіншілік бар дегенде тағы да халық көпшілік айта кеткен жөн. Енді сан тізімге байланысты жаңағы өмірден өткен азаматтар сондай-ақ жаңадан туған нәрестелерді уақытында тізімдетуге байланысты қайшылықтар шыққан әртүрлі жағдайлар бар ғой. Бұл енді осы қайшылықтар нақты жойылып бітті ма дегендей. Бұны да атап өткенде біздің инспекторлар да осыған байланысты заң ұйымдарымен бірлесіп қанун қызметтерді атқарып жатырмыз. Кезінде дүниеден өткен тіркеуін насыбасында бүрткілдейді. Осыны істетіп келген жағдайдан болып балалардың ақшасын алып жатқан қайшылықтар анықталып жатыр. Бұл болғанда ары қарай да көптеген жұмыстар атқарылады. Бұның барлығы тексеріледі. Сондықтан бұған байланысты әртүрлі жұмыс іс-шараларды істеп те жатырмыз. Сондықтан енді халық көпшілік айтарым, бірден кезінде туа салып қайтыс болған балалар болса, енді осыны ешбір дәрігер ұйымынан және де мекемелерден жаңағы өзінің анықтамасы шықпаса, жаңағы сот шешімі арқылы мына балалардың осы тіркеулерін жасатып, мына тізімнен жаңағы
кастыруу керек дегенди айтып отурмун. Неге дегенде булар бирден жаңа кезинде кирип жаңагындай кандай бир жагдай менен тиркеуде отуруп, мүмкүн ана бала 16-тан келип 16-тан жогары азаматтык тиркеуге кирмегендиктен биз казір балалардын баардыгын издестирүү жумуштары башталып жатыр го. Сондуктан бул нерсени убактында тиркетип калк көпчүлүк иштетүү керек дегенди аны заң жүзүндө эскерген жөн болуп отур. Енді Монголия даяшылық арқылы көптеген анықтамалар, қажетті мәліметтерді алып жатыр ғой. Осы Монголия даяшылығы туралы айтып берсеңіз болады. Енді жаңаранған даяшылық түрлері қаншалықты бар? Соңғы уақытта даяшылықтың түрлері жаңаланды ма деген. Жарайды, енді бұл Монголия қазір жүйесі бізден тек мынада қазір тек біздің азамат тіркеу емес, барлық тіркеулердің осында кіріп жатыр ғой. Сондықтан бұда енді күнделікті ерекшеленіп айта кететін жаңа күнделік халық көпшілік алатын туу туралы мәліметі, жаңа анықтама қағазын содан алуға болады. Екінші жаңа біздің азаматтардың көбісі қазір шетелге жүреді. Мысалы шетелге жүргенде өздерінің семьялық тіркеулерін жаңа 4 тілде алуға болады. Мысалы орыс, қытай тілі, корея тілі және де ағылшын тілінде алатын. Одан соңында француз тілі қосылып деп естігенбіз. Осындай мүмкіншіліктер бар. Сондықтан бұл Монголиясы тек өзінің қазір біздің Хоркум деген орталық тұр ғой. Осы арқылы қазір Монголияның күнделікті жаңарып жатқан тіркеулеріне байланысты істете береді. Ал одан екіншіден мысалы біздің жаңағы өзінің тұрақты тіркеуі дейді ғой. Жылжыткөлдігіне бүркітілдің дейді. Сол тіркеудің өзін өздерінің қолайлы жағдайда отырып қане барлық іс қағаздарын сол арқылы да кіргізіп істете беретін мүмкіншіліктер пайда болған. Жаңағы азаматтық куәлік, шетел паспортын тапсыратындай мүмкіншіліктер бар. Және де барлық анықтамалар тууға байланысты, дүниеден өтті, қандай бір паспорт алғанға байланысты бар азаматтық куәліктің жаңағы анықтама қағаздарының барлығын Монголиядан ала беретін мүмкіндік толық. Сондықтан Монголиядан біздің халық көпшілік бұнда жаңа сан сипыр тоңғар емесі арқылы бізге келіп нәрселерін алып жатыр. Сондықтан енді бұл ары қарай да тағы да көптеген жалғастарын тауып біздің халықтың тіркеулердің барлығы да осында істеледі ғой дегенді айта кетейін. Монголия даяшылығын шетел азаматтары ала ала ма? Мысалы, көптеген әсіресе біздің Қазақстанға барған біздің еліміздің азаматтары осыған байланысты көптеген қағаз құжаттарды, даяшылықтарды алуға мәжбүр болатын жағдайлар бар. Басқа шетелден, яғни осы даяшылықтарды алатын мүмкіндіктер бар ма деген. Шетел азаматтарына мүмкіншілік жоқ. Неге дегенде бұл тек реестр өздерің білесіздер, жаңағы моңғол азаматтары жаңағындай өзінің тұрақты тіркеуі бар. Екінші барлық мәліметсіз қағаздар біздің мына азамат тіркеу бөлімімен жаңағы кіргендіктен бұдан жаңағы шетел азаматтары алады мүмкіншілік жоқ. Неге дегенде бұл кісілер жаңағы біз регистр көшіп барған азаматтар бар ма? Көшіп барған азаматтар моңғол азаматтығынан шықпаған болса алатын мүмкіншілігі бар. Егер тоңғы цифрлы куәлігін алған болса, жаңағы өзінің атында тіркеудегі телефон нөмірі бар болса деген сияқты мен алады. Ал айтпесе басқа жағдайда шетелдік азамат кетіп қалған азаматтар барлығы шығып кеткен азаматтарға еш уақыттан берілмейді дегенді айту керек. Аға инспектор ретінде өзіңіз мына мемлекеттік тіркеу даяшылықтарын алуда азаматтар нені ескеру керек, қандай мәселені ескеру керек? Осы туралы бір кеңесіңізді айта кетсеңіз, әңгімеміздің соңы. Біздің барлық тіркеулердің көбі қазір біздің қолтаңба дейді ғой, хронике дейді, сонымен жүріледі. Ал мұны кейде жаңағы кейбір азаматтар жақсы түсінбейді. Мен балам нәрсесін ала салайын, мен жаңағы мына бала студент болады деп. 16-тан жоғарғы жастың азаматы, адам жеке адам құпия заңына байланысты барлық өздерінің жаңағы саусақ бедерін басу арқылы жаңағы анықтама қағаздарын жаңағы тізім тіркеулерін істете алады. Ал одан жоқ жаңағы кеткен азаматтар болатын болса, жаңағы нотариус арқылы елшіліктерден жаңағы рұқсат қағаздарын әкеліп арқылы алатын болған. Мысалы жаңағы Қазақстан азаматы болып кеткен азамат алам десе, жаңағы өзінің Қазақстаннан жаңағы нотариусынан анықтама қағазын алу үшін рұқсат қағазын әкелген тұрғыда жаңағы осында келсеңіз сіз өзіңіз осыны менің нәрсемді аламын деген. Сондықтан басқа кісінің нәрсесін құпия заңына байланысты ешбір берілмейді дегенді тағы да халық көп соны ескерген жөн деп тұрмын. Сіздер аймақтық мемлекеттік тіркеу бөлімінің азаматтық тіркеу бөлімшесінің бастығы Аманбек Дәукенұлымен өткізген тілші сұхбатын тыңдадыңыздар.
Қадірменді радио тыңдаушылар, енді әдебиет Байдолдаұлының Ақсақалдың арманы деп аталатын естелік мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Партия, мемлекет және қоғам қайраткері Байнөлге аймақ орнағанда алғашқы партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарған Ноғай Шымшорлының жастық шағы аса ізденіспен өткен екен. Жастайынан білімге құштар болып, үлкендерден түрлі әңгімелер, қиссалар тыңдаумен қатар, естігенін зердесінен шығармай есіне сақтайтын болған. Өз күшімен талпынып, арабша және ескі мұңғыл жазуын үйреніп, оқитын, жазатын, хат танитын дәрежеге жетіпті. Осылай талаптанған азамат еңбек жолын сот мекемесінде тілмәш, қошун бастығы болып бастап, 1928 жылы Моңғол халық революциялық партиясына мүшелікке ілесіп, 1930 жылы Делунде тұтынушылар қызметшісі, 1931-ден 1935 жылдары Қошақ сұмының хатшысы, 1937 жылы партия ұйымының, 1938 жылы сұмын бастығы, 1939 жылы Қобда аймағында нұсқаушы қатарлы жұмыстарды абыройлы атқарады. Жұмыс дәрежесі сатылап биіктей берген. 1940 жылы Байнөлге аймағы жеке аймақ болып орнағанда, сол комиссияның құрамында болып, аймақтың алғашқы партия комитетінің бірінші хатшысына тағайындалады. Аймақ жаңа орнағандықтан шешілетін мәселе ұшан теңіз. Аймақ бастығы Қаби Бәжұлымен және жоғарғы лауазымды басшылардың ақыл кеңесіне сүйене отырып, жаңа орнаған аймақтың етек жеңін бүтіндеп толықтай қалыптасуына сүбелі үлес қосқан ардагер. 1942-1943 жылдары партия жоғарғы мектебін оқып жүргенде, Моңғол үкіметінің тапсырмасымен Қытайдағы Алтай өлкесінің қазақтарының Гаминданға қарсы ұлт азаттық қозғалысына көмектесетін, Байнөлге аймағы қазақтарынан жазақтаған партизан отрядын басқарып барып, 11 рет соғыс операциясына қатысқан майдангер. Шығыс Түркістан өлкесіндегі ұлт азаттық көтерілістің басшысы Оспан Исламұлы мен Моңғол үкіметінің басшысы Чойбалсынды 3 рет жолығып тілдесуге дәнекер болған дипломат мәмілегер. 1943 жылы сол аймақтың Құжырты өлкесінен Қытайға қарай үріккен елді қайтарып алып келген саясаткер. 1945 жылдан мемлекеттік кіші құрылдың басқарма мүшесіне сайланып қызмет атқарған. 1949-1951 жылдары Ұлы Құрыл басқармасына сайланған. Өзіне жүктелген әрбір жұмысты абыроймен атқарып, адалдығымен халық алғысына бөленеді. Моңғол халық революциялық партиясының 13-ші съезіне өкіл болып қатысқан. 1955 жылы кеңес елінде басшылық курсын оқып келіп, өкімет жерінде нұсқаушы қызметін атқарады. 1958 жылы өз өтініші бойынша туған өлкесіне оралып, Алтынсөксі Ноғанұр сұмындарында машиналы мал шаруашылығы станция бастығы. 1960-тан 1962 жылдары аймақ әкімшілігінде нұсқаушы. Аймақтық қариялар комитетінің басшысы тұрып зейнет демалысына шыққан. Ноғайдың еңбегі дер кезінде бағаланып, соғыс қызыл ту орденімен 2 рет, еңбек қызыл ту және алтын жұлдыз ордендері басқадай медалдармен сыйланған. Сондай-ақ ардагерге 2009 жылы Моңғолия таланттылар үшін одақтың бұқаралық марапатын үйлестіру кеңесі үкіметтік емес ұйымынан Моңғол халқының қаһарманы атағы берілсе, Делун сұмыны аға мектебіне Ноғай Шымшорлының есімі беріліп, аймақ орталығына қола мүсіні қойылып, мұражай маңындағы даңғылды сол кісінің есімімен атауға шешімдер шығарылыпты. Бұл орайда қызы Мәрияштың естелігіне жүгінсек, Моңғолияның партия үкімет басшысы Тедімбал 1966 жылы машинамен аймақ ауылдарды аралап,
Байнөлге аймағына келеді. Ұпсы аймағынан шығып, Байнөлге аймағының шекарасына келгенде арнайы адамдар күтіп алады. Аймақтық партия комитетінің бірінші хатшысы Дуғылмарықшы ауысып, орнына Дежит келген кез аймақ бастығы Ромет. Күтіп алушылары құрамының ішінде дәрігер апайым Шарипада болған екен. Жол бойы ара-тұра демалып, табиғат тамашалап жүріп отырады. Тағы бірде мына дәрігер қыз кім деп сұраса керек. Мен Ноғайдың қызы Шарипамын, аға дәрігермін. Әкем сіз туралы айтып отыратын депті. Сонда Седімбал, әкең қайда? Аман есен бе деп амандығын біледі. Седімбал жұмыспен танысу барысында өзінің Ноғаймен кездесетінін айтады. Моңғол халық революциялық партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы, Моңғолия халық ұлы құрлы басқарма бастығы Седімбалдың баратын жері демалыс уақыты, тамақтану бөлісі барлығы мұқият кеңесіліп, кесте жасалғандықтан, мұны өзгертуге болмайтынын ескерген партия қызметкері. Сағат кестесі жасалып қойған, бұл мүмкін емес шығар дейді. Сонда Текең, мен міндетті түрде Ноғай ақсақалға сәлем беруім керек. Хабарлап қойыңыздар, барып шығамын дейді. Ол кезде ақсақал зейнет демалысына шыққалы біраз жыл болған кез еді. Ақыры уақыт шығарып, дайындық жасалып Нөкең үйіне барған екен. Асықпай отырып жағдайын сұрап, өкіметке айтар өтініш арыз арманың бар ма? Жетіспей тұрған не керек? Соның бәрін айтыңыз, көмектесеміз дейді. Сонда Ноғай ақсақал, менде барлық жеткілікті, кем дүние жоқ. Жалғыз арманым ата жұртым, қазақ елін көрсем депті. Тыңдап отырған өкімет басшысы Седімбал, бұл пікіріңіз өте дұрыс, қолдаймын. Орталыққа барғаннан кейін Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысына сөйлесейін. Күзге таман барарсыз, дайындала беріңіз депті. Кездесу осымен аяқталады. Сөзінде тұрып барлық мәселе шешіліп, 1966 жылдың күз айында Москваға келді. Мен студент едім. Әкем жанында Байыр деген баласы бар екен. Үшеуміз Қазақстанға ұштық. Алматы әуежайында Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қонайып жіберген арнаулы адамдар күтіп алып, қонақ үйге орналастырды. Осында айға жуық болдық. Арнаулы көлікпен адамдары Қазақстанның көрікті жерлерін аралатты. Санаторияға демалдырды. Кино, концерт тамашалатты. Бір күні зейін машинасымен жазушы Сәбит Мұқанов келіп, Моңғолиядан қоғам қайраткері ақсақал келгенін естіп, үйге қонаққа шақыра келдім деп, үйіне алып барды. Отанасы, ұл келіндері, күйеу балалары, қыздар күтіп алды. Өзінің кітапханасын аралатты. Кітап бөлмесінде ағаштан үлкен етіп жасалған бүркіттің бейнесін қойыпты. Маған моңғолиялық қарындасым Марияшқа деп қолтаңбасын жазып, өз кітабын естелік етті. Сәбит Мұқанов әкеме алтын сағатын естелікке берді. Осылай тамаша күндер жалғаса берді. Бірде биология ғылымының докторы профессор ағамыз жазғы үйіне ертіп барды. Есік алдында ағып жатқан су жеміс жидек, ауласы тамаша екен. Үйге кірдік, жазушы ғалымдар жиналып күтіп алды. Мұның бәрі менің әкемнің аз ғана еңбегінің бодау екенін, сыйластықтың нәтижесі екенін түсіндім. Осында тамаша отырыс болды. Сөз арасында жазушылардың біреуі әкемнен, балаңыз қазақша сөйлей ме, қазақ тілін біле ме деп сұрады. Сонда әкем, қызым Марияш сіздерге бір ән салып берсін деген еді. Мен Абайдың айттым сәлем қаламқасын орындадым. Олар керемет таң қалды. Ризашылығын білдіріп, сый-сияпаттар ұсынды. Айға жуық саяхаттап, әкеммен бауырым елге қайтты, мен сабағыма кеттім. Осының барлығының шығынын екі ел өзара келісіп шешкен болу керек. Бізден ештеңе сұрамады. Седімбал әкемді керемет құрметтеген еді. Моңғол халық революциялық партиясының 16 съезіне әкемді арнаулы өкілдерден тысқары өз атынан шақыртып қатыстырды.
Әкем аңсаған ата жұртын аралап керемет қуанып, қол аяғы жеңілдеп қайтты деп естелігін аяқтады қызы Мәрияш. Ноғай ақсақалдың зерделігі ерекше екені байқалады. Кейбір адамдар үлкен басшылардан әлеуметтік мәселелер сұраушы еді. Үй, баспана, машина, балаларын оқуға жіберту деген сияқты. Ал ақсақалдың сұрағаны рухани байлық, ата жұртын аралап көру екен. Бұл көп адамның ойында болғанмен батып айта алмайтын тілектерінің бірі. Қазақстанның Қонаевтан бастап ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері, ұстаз, ғалымдар шетелден қоғам қайраткері келді деп хабарласып, сұхбаттасып, шетелде жүрген зиялы қазақ азаматтарының қоғамдағы орны, тілі, діні жайлы хабардар болғаны, олардың көкейіндегі көптеген түйіншектің түйінін шешкендей болды. Ноғай ақсақалдың аңсаған арманы ширек ғасырдан кейін 1991 жылы Кеңес одағы ыдырап, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана орындала бастады. Шетелдегі қазақтар ата жұртқа оралды. Атасы көрмегенді ботасы көреді дегендейін, Ноғай ақсақал келіп көріп қайтқан қазақ еліне ұрпағы көшіп келіп орналасты. Ақсақалдың өрім бұтағы Алматы облысының қалаларын мекен етуде. Осы көшпен ұлдармен бірге қыздары Шәрипа мен Мәрияштың да отбасылары Алматыға қоныстанған екен деп жазады Қазақстанның Ақмола облысынан Әдебиет Байдолдаұлы. Енді Мәрияш Ноғайқызының орындауында радионың алтын қорында сақталған әндерден тыңдайсыздар. Телғоңыр журналының алғашқы санына шолу.
2025 жылы аяқталар сәтте аймағымыздың рухани өмірінде тағы бір айтулы оқиға орын алды. Монғолия қазақ қаламгерлері кеңесінің әдеби, көркем, ғылыми танымдық телқоңыр журналы жарық көріп, оқырмандарға жол тартты. Енді осы журналға шолу тыңдайсыздар. Журнал ақын журналист, телқоңыр журналының бас редакторы Рысбек Зұрғанбайұлының «Тебіндей шап, телқоңырым» деген алғы сөзімен ашылған. Ол өз алғы сөзінде жаңа журналдың жарық көру себебіне тоқтала келе, 1991 жылы 21 қаңтарда Монғолия қазақ қаламгерлерінің кеңесі атты бейресми ұйым құрылып, мемлекеттік тіркеуге тұрып ресми куәлігін алды. Және шұғыла журналы осы кеңестің басылымы болып заңдастырылды. Сонан кейінгі жылдарда руханият жанашырлары жомарт азаматтардың және әредік болса да аймақ әкімшілігінің қолдап демеуімен мүлде жабылып қалмай жарық көріп келген еді. 2025 жылы 28 ақпанда мүше қаламгерлердің біріккен жиналысынан Монғолия қазақ қаламгерлерінің кеңесінің тұғырнамасына уақыт талабына сай қосымша өзгерістер енгізіп бекітіп, мемлекеттік тіркеуге тұрып куәлігін жаңаладық және осы жиыннан 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дегендей. Заманда адамда өзгерген, жасарып жаңғырған дәуірде біздің руханиятымыздың жаршысының атында, затында өзгертуге неге болмасын деген ізгі ниетпен Монғолия қазақ қаламгерлерінің кеңесінің ресми жаңа басылымы телқоңыр журналын шығару ұйғарылған еді деп атап өтті. Журналдың редакциялық алқасы бірден журналды телқоңыр деп атағаннан кейін әйгілі ақын Имашқан Байбатырұлының телқоңыр атты аңыз дастанын аттап кете алмаған сыңайлы. Яғни журналдың осы тұңғыш санында аңыз дастанға да орын берілген. Осы санындағы ел назарын ерекше аударарлық бір айдар ол алдыңғы толқын асыл қазын айдары. Ал айдардың алғашқы қонақтары Монғолия қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы алыптарымыздың өкілдері Ақтан Бабиұлы, Құрманқан Мұхамедиұлы және Махфуз Құлыбекұлы болды. Оқырмандарымыз осы айдар арқылы Ақтан Бабиұлының Досымбек Балқия дастанынан үзінді, Құрманқан Мұхамедиұлының Сәтті сапар әңгімесі және Махфуз Құлыбекұлының Бала мен өкіл әңгімелерін оқи алады. Ал тарихпен тілдескен айдары бойынша жарияланған әйгілі қазақ жазушысы Мұхтар Мағауинның Шыңғысхан және оның заманы атты деректі тарихи хикаясының Керей атты бөлімі тарихты қызықтаушы қауымның назарын аударатын кесек дүние. Өткен 2025 жылы аймақтық радио өзінің тарихи 60 жылдық мерейтойын өткізіп, мерейтойға орай жыр мүшәйрасын сыналтқан еді. Осы мүшәйрада топ жарып, жеңімпаз атанған ақындар Жандос Аманжолұлы, Алаш Кеңшілікұлы және Шынарбек Жомартұлының өлеңдері мерейтой айдарымен берілді. Ал мерейтой айдар арқылы жарияланған Қазақ ұлттық университетінің профессоры Гүлнар Бестібайқызының, Міржақып Дулатұлының «Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты» деген мақаласы да ұлы тұлғаның кейбір қырларымен танысуға мүмкіндік бермек. Сондай-ақ ақын жазушы, журналист, аудармашы Рысбек Зұрғанбайұлының 70 жылдық мерейтойы да өткен жылдың еншісіндегі оқиға. Мерейтойға орай жазушы, журналист Ербақыт Нүсіпұлы «Жүйрік күндері жүйткүйді өлең өріп» атты мақала арнады. Бұл мақалада осы мерейтой айдар арқылы жарияланып отыр. Ал мерейтой иесі Рысбек Зұрғанбайұлының талантты ақын інісі Талапбек Тынысбекұлының шығармаларын талдаған Қарашоқының «Қара ұлы» атты әдеби рецензиясы да осы айдарға қамтылды. Аймағымыз әдебиетінің 80-ші жылдардағы көрнекті өкілдерінің бірі Мұратбек Тоқайұлының жаңа өлеңдерін жыр жиһазы айдарынан табаласыздар. Рухани өміріміздегі тағы бір елеулі оқиға ол Құрманқан Мұхамедиұлы атындағы аймақтық музыкалы драма театрының
биылы аталып өтілетін тарихи 70 жылдық мерейтойы. Телқоңыр журналы осы мерейтойға да беттер арнады. Халық әртісі Қайжамал Бақышқызының «Менің өмір жолым» атты ғұмырнамалық естелігімен ақын тарихшы Сұраған Рахметұлының композитор Құрмет Сақайұлы туралы ой тербеген Кіші Паганин атты эссесі де оқырмандарымызды бей-жай қалтырмайтын дүниелері. Бұл журналды парақтап отырған оқырман осы басылымның барлық жанрларға орын бергенін бағамдай алады. Солардың бірі деректі әңгіме жанры. Бұл жанр бойынша шығармасын ұсынған жазушы Азатқа Мұқанұлы. Ол бұл жолы «Аюға мінген әулие» деген деректі шығармасын жариялауды жөн деп тапқан көрінеді. Аймағымыз поэзиясындағы өзіндік қолтаңбасы бар ақынның бірі Әбжат Райханұлы. 2017 жылы ақынның «Көкжиек» атты жыр жинағы жарық көрген еді. Бұл жолы «Көкжиектегі» кейбір өлеңдер журнал беттерінен орын алды. Телқоңыр журналының тұрақты айдарларының бірі Моңғол әдебиетінен атты айдар болады деп күтілуде. Яғни Моңғол әдебиетінің көрнекті өкілдерінің әр жылдардағы туындылары осы айдарда тұрақты жарық көрмек. Осы жолы ақын жазушы аудармашы Рысбек Зұрғанбайұлының аудармасымен жазушы Намсырайдың «Жамұқаның ақырғы өтініш» атты прозалық шығармасымен өзіміздің жерлес ақындары Нұрып Самбу мен Ханға Сайхынның өлеңдері оқырмандар назарына ұсынылды. Ал журналдың проза айдары жазушы Ербақыт Нүсіпұлының «Бөлісе алмаған естелік» атты әңгімесін жариялады. Телқоңыр журналында әзіл қалжыңдарға да орын берілген. Әзілдесе білуде өнер айдарымен ақын жазушы Марат Бәкейұлының «Жер шарының жылынуы» атты әзілдер топтамасы және Солтамұрат пен Мәуітханның әзілдері оқырмандарға жол тартты. Әдебиетіміздің жас өкілдерін оқырман қауымға танытып насихаттау журналдың негізгі міндеттерінің бірі болмақ. Осы орайда жас толқын жаңа жыр айдары мен жас ақын Заңғар Еркебекұлының өлеңдері де жыр сүйері қауымның назарынан тыс қалмаса деген ойдамыз. Бұл күнде көп болып кеңесер тақырыптар қаншама десеңізші. Журналдың көп болып кеңесер тақырып атты айдары да осы мақсатты меңзейді. Ақын журналист Рысбек Зұрғанбайұлы осы айдарға шежіредегі шикіліктер мен қайшылықтар атты сыни зерттеу мақаласын ұсынған. Және бұл көптің талқысына түсер мәселе болуы мүмкін. Ал таным тағылым айдарының бұл жолғы қонағы қазақ елі Астана қаласының тұрғыны жерлесіміз аға ұстаз математик Тоқтаубай. Ол өзінің математика ғылымы атты танымдық ғылыми мақаласымен ой бөліспек. Аймақтық радионың 60 жылдық тарихи мерейтойы қарсаңында радио жайлы біраз әннің дүниеге келгені белгілі. Солардың бірі Байнөлгей қабары атты ән. Әннің әуенін Кентау Назарбек, ал сөзін бұрынғы аймақтық радио басшысы ақын Бодауқан Тоқанұлы жазған. Бұл әнде нотасымен бірге Телқоңыр журналында жарияланды. Сондай-ақ журналдың ең соңғы мұқаба бетіне Қазақстан Жазушылар Одағы мен Монғолия Қазақ Қаламгерлер Кеңесінің және Отандастар қорының тікелей қолдауымен 2024-2025 жылдары қазақ елінде жарық көрген кітаптардың суреттері басылды. Телқоңыр журналының ұраны ретінде Ақыт Қажы Өлімжаулының «Қалам сия көз жасы» атты әйгілі өлең жолдары алынды. Журналдың бағасы 10.000 төгірік. Аймақтық бұқаралық радиодан алуға болады. Байланыс телефондары 9942-9961 және 9478-1797. Құлақтандырулар. Тұлбасымыны бақ жиналыстары мынадай бөліс бойынша жүріледі. Мұнда бірінші бақ жиналысы қаңтардың 8 күні, Тұлба көлі екінші бақ жиналысы қаңтардың 9 күні,
Қоңыр өлең 3-ші баг жиналысы қаңтардың 12-сі күні, Дөрөгөл 4-ші баг жиналысы қаңтардың 14-і күні, Бұраты 6-ші баг жиналысы қаңтардың 15-сі күні, Көктолғой 5-ші баг жиналысы қаңтардың 16-сі күні 9 сағатта баг орталықтарында жүріледі. Жиналыста бақтардың ұйымдастыру тағы басқа мәселелер сөйлесілетін болғандықтан, халық көпшілікті көптеп келіп қатысуға шақырамыз. Тұлбасымыны азаматтар өкілдері құрлы және жұмыс тобы. Желтоқсанның 31 күні Өлгисұмыны 3-ші бақтан 2 артқы аяғы ала, Қаратөбел сарлық қашадан шығып кетіп жоғалды. Бұл сиыр Тұлбасымыны бағытына кетуі мүмкін болғандықтан, көрген білген адам болса 95-81, 93-81, 95-55, 13-39 телефондарына хабарласыңыздар. Арнаулы сыйлығы бар. Көңіл айтамыз. Ағамыз Шайзанданың жұбайы Қазираның өмірден өтуіне байланысты, ағамыз бен балалары және ағайын туыстарына қайғыларына ортақ екеніміз білдіріп, көңіл айтамыз. Марқұмның жаны жәннатта, топырағы торқа, иманы жолдас болсын. Қазақстанның Қарағанды қаласынан Қалым Кәми қажылар. Ардақты нағашымыз Құсайынұлы Жиенбай қажының өмірден өтуіне байланысты, нағашы тәтелеріміз Бижамал Майра, нағашы ағаларымыз Шұғай Мүттәхи, анамыз Күлжамал және тағы басқа нағашыларымыз бен бала-шағаларына марқұм нағашымыздың топырағы торқа, иманы жолдас болсын деп көңіл айтамыз. Алдағы берілетін науқаны қабыл болсын. Қазақстанның Алматы қаласынан жиені Жайтуғанның балалары Ержан, Айгүл. Науқан қабыл болсын. Айдархан қызы Сәкен марқұмның 40 қаңтардың 5 күні Делюнсумыны 1-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Бауырлары Жұмаш, Ілтай, балалары Тілейқан, Тілеубай және қыз күйеу балалары. Құсайынұлы Жиенбай қажы марқұмның 40 қаңтардың 5 күні Делюнсумыны орталығындағы шаңырағында беріледі. Зайыбы Майра қажы, бауырлары Шұғай Мүттәхи, Жақсылық, балалары Аманбек, Серікжан, Ақытжан, немерелері Ерғанат, Болтай, балдыздары Ризабек, Жанарбек және қыз күйеу балалары мен ағайын туыстары. Қазанбайұлы Жақаш марқұмның 1 жылдығы ертең қаңтардың 4 күні жексенбіде Бұйынтұсымыны 2-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Зайыбы Дәмет, бауыры Бөкей, күйеу баласы Титоп, балалары Құмарбек, Қизатбек, Манарбек және қыз күйеу балалар мен келіндері. Рақымбай қызы Нұрғайша марқұмның 1 жылдығы қаңтардың 4 күні Өлгисұмыны 12-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Балалары Бағлан, Бағдат, жиені Нұржанат, күйеу балалары Сейтмұрат, Ордабек, Марс және қыз келіндері. Хабар айтамыз. Делюнсумыны тумасы Өлгисұмыны тұрғыны Жәнтекей Қаражанрулы Жұқайлы Бауыржан қаңтардың 1 күні Ұланбатыр қаласында қайтыс болды. Марқұм Бауыржан қаңтардың 5 күні Өлгисұмыны 13-ші бақтағы ағасы Ерланның үйінен шығарылып, өлгейге жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы анасы Зағила, ағалары Шерқан, Ерлан, Бүркітқан, бауырлары Серікжан, Дәуіржан, Серікжан, күйеу баласы Тасқын және қарындасы. Секел рулы Уәлиұлы Құдыс қаңтардың 2 күні 80-ге қараған шағында Қазақстанның Астана қаласында қайтыс болды. Марқұм Құдыс қаңтардың 4 күні Астанаға жерленетіндігін, 7-сі қаңтардың 10 күні Астанадағы өз шаңырағында және Өлгейдің 2-ші бағындағы Қаукенұлы Аманжолдың шаңырағында берілетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы жездесі Ажкей, бауырлары Жолжақсы, Малшы, Құрмет, Аманжол, жұбайы Кәтила, баласы Әбілсейіт және ағайын туыстары. Өлгисұмыны 13-ші бағының тұрғыны Жәнтекей Қаражанрулы Мизамқанұлы Марат кеше қаңтардың 2 күні қайтыс болды.
Марқұм Марат ертең қаңтардың 4 күні өлгейге жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы ағалары Ермек Есей Етілқан Дәурен Мұрат, енесі Барша Зайыбы Алтынгүл, баласы Әсем, бауырлары Алтынгеріл Бауыржан Жәнібек Тілекперді, қайнағалары Мұрат Бекжан Елік Балдызы Серік, бажалары Еркін Дәукен және әпеке қарындастары мен күйеу балалары. Алтынсөк сұмыны тумасы Өлгей сұмыны 3-ші бағының тұрғыны Ителі Ақбақтырулы Қалиолы Әбікей 83-ке қараған шағында қаңтардың 3 күні науқастан қайтыс болды. Марқұм Әбікей ертең қаңтардың 4 күні Өлгейге жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы ағалары Бәткей Мәдет, бауырлары Сейсен Бейсен Сембай, Зайыбы Кәбира, балалары Болат Қанат, күйеу балалары Жеңісбек Амангелді, жолаушыбай Мақсат, бажасы Тоқтарқан және қыз келіндері. Қадірменді радио тыңдаушылары, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.